достар, hi guys, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге мен ағылшын тілінде бірнеше мағынаға ие run және get етістіктерінің қолдану жолдарын талқылағым келеді. Ең бірінші етістік run. Run дейтін етістікті жүгіру деп аударамыз. Мысалы, I like running in the morning. Маған таңертеңгілік жүгірген ұнайды. Екінші мағынасы жүргізу, басқару. He runs a company. Ол компанияда жүгіріп жүр. Қалай сонда? Жоқ достар, бұл жердегі мағынасы ол компанияны басқарады. Егер де сіздің өз жеке кәсібіңіз болса, I run my own business деп аударсаңыз болады. Яғни, менің жеке кәсібім бар, мен өз кәсібімді жүргіземін. Келесі етістік get. Get дейтін етістікті зат есімдермен, есімдіктермен қолдансақ, алу деген мағынаны береді. Мысалы, I always get a gift from my daddy. Мен үнемі папамнан сыйлық аламын. Get дейтін етістікті сын есімдермен қолдансақ, бір күйден екінші күйге өту деген мағынаны береді. It's getting colder. Күн салқындап барады. Яғни күн жылы еді, енді біртіндеп суытып келеді. Get дейтін етістікті сатып алу деген мағынада қолдануға болады. I want to get a bag for my mom. Мен мамама сумка сатып алғым келеді. Адамның көңіл күйін суреттеу үшін де get дейтін сөзді қолдануға болады. He will get annoyed if I use his phone. Егер мен оның телефонын қолдансам, ол ашуланатын болады. Get дейтін етістіктің келесі мағынасы ақша табу. Мысалы, he got $2,000 last year. Ол өткен жылы $2,000 ақша тапты. Сонымен қатар get дейтін етістікті түсіну деген мағынада қолдануға болады. I got you. Мен сені түсіндім. Достар, егер де бүгінгі видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер. Thank you. Рахмет.